Тайтұтық. Сау қарақшы ағамызды жазықсыз өлтірді. Жеңшаңның көне жасақтары оған тісін қайрап отыр. Інім екеуміз Тайтұтыққа арнайы бағынуға келдік. Тайтұтық үшін қызмет етіп, саусаудың басын алып ағамыздың кегін қайтармақпыз. Жарайды. Жеңшаңның жасақтары да көтеріліс жасауға пейіл ме? Тайтұтық, осылай келуден бұрын ағайындармен келісіп қойдық. Бәрі де әміріңізге бойсынып, шайқас басталғанда бірге көтеріліс жасауға пейіл. Өте жақсы. Мені тәңір қолдаған екен. Жүріңдер енішектер. Шатырға кіріп шарап ішейік. Мақұл. Сыжен, Көңжен сәй фамилиялы ағайындыларды алып қалды ма? Алып қалды. Су жасақтарының саңғын етіп тағайындады. Жақсы. Қызық, өте қызық. Көңмин, олар бағына келгенімен қатын баласын әкелмепті. Екеуі жансыз бекен деп күмәнданамын. Жансыз болса жақсы ғой. Оның да өз керегі бар. Кейде бір жансыз 100 мың жасаққа татиды емес пе? Дұрыс айтасың. Енді Көңжиннің оларды қалай пайдаланатындығын көреміз. Сау миллион қолын бастап 200 шақырым алапқа бекініс салды. Бір күнде тарпа бас салуға келмейді. Әрқайсың 3 айлық азық-түлік алып, әр шатырға таратып, ұзақ тұрыстық беруге дайындалыңдар. Тайтұтық, Шақуға келіп жайғасқанымызға жарты жылға таяды. Әлі бір іске кіріскеніңді көрмедік. Енді тағы 3 ай тұрсақ дейсің. Менше болғанда 3 ай тұр ғой. 30 ай күтсең де түкке себі жоқ. Жауды осы айда талқандасаң талқанда. Талқандай алмасаң, емізден кешірім өтініп, міндетіңнен боса. Бол. Қуанғай, оқуғымды тартып алмақсың ба? Дәтім бармас. Егер жауды талқандар шамаң болмаса, басқа мықтыны таңдау керек. Оттапсың. Енді албаты сандырақтайтын болсаң, қосылсаң көтермейді. Жоуи, қолыңнан түк келмейтін қорашсың. Такапарлығыңа сүйеніп, алаяқтықпен абырой таптың. Дәрия шығысының 6 аймағы сенің қолыңда құрайтын шығар. Кәрі қақпас, қорлығың асып кетті. Сақа Саңғұн. Мен аға Саңғұнмен шайқасталып жүргенде сен қайда едің? Еміздің кеңпейілі демесек, осынша есіртпес едік. Бол. Келіңдер, барыңыз! Қуанғай әміріме қарсы шығып жасақ тәртібін бұзды. Басын алып көпке көрсетіңдер. Дереу атқарыңдар, ләппей! Тайтұтық. Қуанғай күн өткізгенімен соғыс алдында Саңғұнның басын алу бізге тиімсіз. Солай Тайтұтық. Тұтық сабыр етіңіз. Хуан Саңғұн мырзаға лесіп ұзақ жыл шайқас жүргізген. Еңбек ерен. Қазірше өлім жазасынан кешіп, жауды талқандаған соң басын алсаңыз да кешеміз қой. Бүгін Саңғұндардың беті демесем, тап сенің басыңды. Жоуи, өлтірсең өлтір, чапсаң чап. Ол дүниеде де саған мойынсал емеспін. Дереу, басын алыңдар! Жоуи! Батшағар! Жоуи! Ағашының өлсе де саған мойынсал емес! Не өселең бар еді сенің? Қолыңнан түк келмейтін қораш деме! Тайтұтық, Сақа Саңғұнға кешірім жасаңыз, біздің бетімізді сыйлап оған кешірім ете көріңіз. Солай Тайтұтық. Өлім жазасын кешсем де, тән жазасын кешпеймін. Қуанғайға түздіре соғыңдар. Барлық шен алынып, еңбек ақысы ғана берілсін. Көңжин, Хуан Саңғұн 60-қа таяған адам. Жүздіре ұрсаңыз, өлмесе де өлімші болады. Кеңшілік ете көргейсіз. Болмайды. Бұйрық. Жүздіре соғыңдар. Біреуінде кемітуге әсте болмайды. Жоуи! Алаяқ! Өлсем де саған мойындамаймын. Сонша алаяқтықпен атақ тапқан өлес. Жоуи! Саған өлсем де мойындамаймын. Батшағар! Жоуи! Ағашының өлсе де мойынсал емес.
Күңмин! Сыжең, Чайсаңдағы Усолданға кезуге кетіп едің ғой. Чайсаңнан жаңа келсем, Күңжин елдің көзінше, Хуан Кунфу Сақа Саңғұнды өлім шетіп көгілі қойдай ғып сабапты. Әлгінде ғана көріп қайттым. Қарт Саңғұнның екі аяғы сынып, өңіне кісі қарай алмайтында екен. Аяғы растырып па? Ойпырай. Немене, ойпырай дейсің бе? Жаным ашыды. Қарт Саңғұнға жаным ашып тұр. Күңмин, жұрттың айтуынша, Күңжин Хуангайды сабағанда, тұрғандардың бәрі оған жалынып, жалбарынып басып айтыпты. Тек сен ғана елемей, бір ауыз сөз айтпай кете беріпсің. Бұл шын ба? Қырымнан қысылттың ғой. Бұл сендердің уелінің өз жұмысы. Саңғындарыңның өзі жалбарынып көндір алмағанда, қонақ болған менің қыстырлар қақым қанша. Мұның дұрыс емес. Саңғындар Күңжиннің қол астындағылар, қаншайса да бекер. Ал сенің жөнің басқа. Қонақсың, тіке кеңес беруің әптен болады ғой. Сыжең, мені қорладың. Тағы қорладың. Әй, мен қалай қорладым? Сені қашан қорлаған едім? Сонда жуйдың Хуангайдыруы, біреуі таяқ жеп, біреуі сөз естуі. Тай тұтықтың етінен ет кесіп беру айлас екенін аңғаралмадың ба? Бұлай де. Күңмин, сол кезде айл екенін білген болсаң, тіпті басып айтуың керек еді ғой. Неге? Өйткені сен басып айтсаң, Күңжин сенің оның айласын аңғармағаныңа сенеді емес пе? Сен басып айтсаң, етінен еткесі айласы теп таянышты, шынай көрінбей ме? Күңжинде өзін дәнішпәмін деп ойлайды. Сенші осылай емес пе? Дұрыс. Мен жаңылған екем, басып айтуға тиіс едім. Кешір. Ойлаған жеріңнен шыға алмай қалған екем. Күңмин, сен Леу екі елдің саусауға тізе қосып қарсы шығу жалпы жағдайын қорғау үшін осы жарты жылдан бері екеуіңнің араңа түсем деп жағым жар, тілім кез болды. Екі арыстың арбасу тәсілі арбасқан сайын құбылып күшейе берді. Екі жаққа жүгіріп, екеуіңе де жаманатты болдым. Әй, ақымақ басым-ай. Арасында шаршадым. Кешір, пақырыңыз кінәлі. Сыжең, ақымақ басым деп кішпейілсігенді қой. Кебенек ішінде танитын ер нақ сенсің. Мәлімет бас уәзір. Мен Хуангай бұрынғы емнің таудай мейіріне бөленгем. Әсіл опасты қылмауым керек еді. Бірақ жоуи деген бос белбеу, кеудем соқтыққа басып, ойына келгенді істеп, еңбегі барды шетке қағап, жазсызды жазалады. Дәрия шығысын осындай қораштың қолына құртқанша, орталық сарайға ұсынған мың артық. Мен бас уәзір әр нәрсеге адалдықпен қарап, игі жақсыны зетпен қабылдайды деп естігем. Пақырыңыз тобын бастап қолтығыңызға қорғалауға пейіл. Кез жеткен азық-түлік қару-жарақ, сайыс қайығымен қоса тарту етпекпін. Қанды жасын төгіп басырған Хуангай. Хуангай? Етінен еткесі айласымен жалған бағыну қатын жазыпты. Осындай бақай қулықпен мені алдамақ болуын қара. Келіңдер. Бармын! Мұнаның алып шығып басын алыңдар. Ләтпей! Бас уәзір, жазықсызмын! Бас уәзір! Мәлімет бас уәзір. Сайжун Сайха жылдам қайықпен құпия хат жіберіпті. Оқы. Сайха, Сайжуннан бас уәзірге дұғай сәлем. Кеше әмір шатырында кеңесте Хуангай Чуйдың ұқуына жармасты. Оны Чуй аңғарып, басын алмақ болғанда, Чыңпу Гәннің сияқты сақасаңғындар жалбарынып жүріп, өлім жазасынан алып қалып, 100 дүре соғылды. Хуангайдың аяғы сынды. У елінің қосындарының құты қашты. Пақырыңыз Гәннің Сумау сияқты сақасаңғындардың жөнсіздікі жондары шыдамай, Чуйден безіп, бас уәзірге бағыну ойы барын аңдап қалдым. Бас уәзірдің рұқсатынсыз оларға жақындауға батылым бармады. Нұсқауыңызды асыға күтеміз. Сайха, Сайжуннан.
Жуй. Басының дымы кетпей, ал кеуделікке салынған соң, Сүнжанның көне тобырының оған қарсы шығармында тұр. Жарайды. Жарайды. Бас уәзір, хатқа қалай жауап жазамыз? Олар қайт. Кәннен зумбаулармен жасырын тіл біріктірсін. Шайқас басталғанда бірге келіп бағынсын. Әміріңізге құлдық. Мәлімет, бас уәзір. Сайыс кемелерінің бекініс шебін құрып, жасақтарымды жаттықтырып болдым. Бас уәзір қашан көзден кешіресіз? Жарайды. 15-ші қараша тал түсте қалам мен қару түрлерін бастап бірге барып көзден кешірем. Пақырыңыз қазір бар дайындық көрсін. Үйзен. Көзім бұлдырап кетті ғой. Жаратушы әлемді жаратқаннан бері мұндай айбатты су жасақтар болмаған шығарал. Сіз болмасаңыз, мұндай айбатты су жасақтары да болмақ емес. Қол бастаған 20 жылдан бері ел үшін қан құйылын аластап, зорекерді жойып, төңіректің төрт бұрышын тыныштандырып, әлемді тазалауға серт берген. Қазір тек дарияның түстігі ғана қалды. Соған көңілім толмаған соң, миллион қол, 8000 кемені бастап, тәңір үшін әділет жолын ұстандым. Түстікті қайтарып алған соң әлемде тыныштық орнайды. Сол кезде топты төрелермен ырысқа кенеліп, бейбіт күннің қуанышына бірге шомам. Бас уәзір жасасын, жасасын, мың жасасын. Бас уәзір жасасын, жасасын, мың жасасын. Бас уәзір жасасын, жасасын. Бүгін түн аспан ашық, ай жарық, шаумал салқын болар анық. Жарлық, қонағасы дайындалсын, қосындарға сый беремін. Ләпәй! Қадірменді түрелер, санатты қарақтылар, бауырлар. Мен биыл 54 жасқа шықтым. Өткенге өңілсем, сары шыттыларды жойып, лейбуді тір ұстап, еншуды құртып, еншауды жеңдім. Терістік шеграны ат тұяғымен таптап, яудыңды қырқай жосып, әлемнің астан кестеңін шығарып, аспанға паңдана қарадым. Өмірімде, енді менде не арман? Тартып шарап, салайық сайран,
кім бар дейсің мың жасаған? Өмір шіркін көрген түстей батып кеткен күн құсаған. Жаттық жаңа келгенде жан кенеліп, ұмтылмастан басады қайғы келіп. Көңілдің қамырғын шығаруға осыны туқан кеткен әтей беріп. Оқымысты жандарға білім қуған, ежелден қамын ойлап бүйрек бұрған. Бүгін топпен бас қосқанда, қақас қалғым келмейді әм мен жырдан. Тауда бұғышын қырса озан салып, қорек үшін әр шөптің басын шалып, мен күтемін құрметтеп қонағымда, сыбызғының саз күйінен ләззат алып. Сүттей жарығайдың нұры, сөнерін кім біледі қайсы күні? Адамда таласты кез қайдан болмақ, сейіліп тоқырайтын қайғы мұңы. Соқпақ жолды аралап шығып төске, сағынамын көз салып әр белеске. Достар менен бас қоссам сыр шертісіп, өзіме еткен жақсылық түседі еске. Ай жарығы жарқырар, жұлдыз сейреп, оңтүстікте құшар түйдек-түйдек. Жайналып ағашты қоралмайды, қалың бұтақ қалыпты, тегіс күйреп. Көңілім тауға тойды аласа деп, қынжыламын дәрия таязсың деп, өз кезінде әлемді сүйіндірген, көп ойлаймын жугіңдей болсамшы деп. Чау-чау. Дәрия шығыс қатқан, алқаба ұлан қайыр. Қандай көркем тау өзен, қандай айбатты деші. Отағасының дәл осындай теңдессіз, еңбек сіңірер даусыз. Отағасы. Отағасы. Чау-чау. Ештеңе болған жоқ. Қайқырып кетпе. Отағасы. Аяқ астынан есіңізден тандыңыз. Қандай науқасқа шалдықтыңыз? Жазымыштан озмыш жоқ деген. Күңжен. 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 Естуімше науқастанып қалыпсыз. Шошығаннан жүрегім аузыма тығылды. Қалай? Қазір тәуірленіп қалдыңыз ба? Аламдамаңдар. Бірнеше күнде жақсы болып қалармын. Науқастанғанымда ешкімге айтушы болмаңдар. Қосынның берекеті қашпасын. Білемін. Қамсыз демалыңыз, әсті артық уайымға салынбаңыз.
Мырза, Бекзаданың науқас себебін шипагер таба алмады. Бәріміз шошық қалдық. Онымен сонша жыл бірге тұрғанда, бүйтіп қатты ауырып мұндай тосыңыз туылмаған. Жазмышты болжау қиын ғой. Менше, Бекзаданың көңіліне бүккен сыры айта алмас. Көңіл қапасы бар сияқты. Онда Зәйрі қандай қапа? Мен одан қанша сұрасам да айтпай қойды. Ленше Гунжинмен жүректес, тыныстас бір адам бар. Гунжиннің көңіл дертін ең білетін адам сол. Шақыртып емдетіп көрсек қайтеді. Сенші қалай? Мырзаның айтқаны жугулең болар. Дәл өзі. Шипагер тамырын ұстап, сырқат себебін айыра алмады. Лейміңнің айтуынша, сол кезде Гунжин дәрия жағасындағы бекіністен жау қолының шебіне қарап тұрыпты. Тосын соққан қойын, жалауды желпілдеткенде, тайтұтық зейін сала қарапты да, ойбай салып, аузынан қанат қақтап шалқасынан түсіпті. Құйын соғып, тайтұтық ойбай салып шалқасынан түсіпті? Зажин, сол кездегі жел бағыты қалай екен? Мына маусымда әрине батыс терістік жел ғой. Батыс терістік? Зажин, Гунжиннің сырқат себебін мен білдім. Бәлкім, емдей алармын. Емшіліктен хабарың бар ма? Аспан әлпеті, жер жағдайы, тәңір тәпсірі, о заман бұ заманның түйткілі, жарал мен ауру көрудің бәрінен хабарым бар. Жарайды. Дереу маған лес. Қанекей. Отағасы. Ханым. Мырза. Гунжин тәуірленді ме? Шарым күнге дейін тайтұтықтың ішіп ауыры күйіп, қайта-қайта құсады. Бас айналып, көзі қарауытып, тұла бойы шәншіп ауырады. Гунжин, әлгінде Кунминге барып, сырқатыңыздың белгісін айтып едім. Ол мен жазамын дейді. Қазір шатыр сыртында күтіп тұр. Чау-чау. Мені тұрғызып, киімімді ауыстыр. Жоғылянға мына түрімді көрсеткім келмейді. Тайтұтық. Отыр. Бірнеше күн дидарласа алмай елеңдек қалып ем. Сырқаттанып қалғаныңызды ойламаппын. Бақ пен сор, болжаусыз деген. Өзің күтер кім бар дейсің? Пәле қайдан, жала қайдан деуге болмайды ғой. Бәрі де болжаусыз. Кеудем қысылып, қатты қайнақлып, азаптанып отырмын. Жүрегіңіз күйіп қапаланып тұрасыз ба? Солай. Күйіп өртеніп жатқандай. Онда суықтық дәрімен қайтару керек қой. Пайдасы жоқ. Суықтық дәрінің шипасы болмаса, тағы бір шипа шағым бар. Бәлкім дертіңізге ем болып қалар.
шипашағыңызды жазып жіберіңіз. Тайтұтық, шипашағым міне осы. Күңмен, сен нағыз әулие екенсің. Жеңу үшін саусауда маздап жанған от керек. Бәрі дайын дегенмен шығыс желі бек керек. Күңмен, жасырып жабарым жоқ. Менің дертім осы қыс маусымында. Дәрия бетінде тек терістік батыс жел соғады. Түстік шығыс жел соқпайды. Саусауға от айласын қолдансақ, жалын өз кемелерімізді шарпиды. Бәрін ойласам да, дәл осы жел бағытын ескермеппін. Марза, дертімді дәл басқан екенсіз. Емдер амалыңыз бар ма? Пақырыңыз шанағы шақты болса да, ораты келіп бір әулие шалыспен танысып, соның шапағатымен тәңір тапсырын үйренгем. Сиқыр істесем, боран соқтырып күн жайлата аламын. Рас па? Рас. Сызең, сен дереу адам жіберіп, Нәмпин тауынан 7 жұлдыз мінбесін жасат. Биіктігі 9 кез, 3 қабат, 120 адам қолдарына жала ұстап мінбені қоршай отырсын. Мен мінбеге шығып күн жайлатып, көңжинге 3 күн 3-тен соғатын шығыс түстік жен соқтырам. 3 күн 3 түн емес. Бір түн соқтырып берсеңіз болды, саусауды тып-типыл етер едім. Бірақ маған жел шұғыл қажет болып тұр. Шұғыл қажет болып тұр. Тайтұдық, бүгін 15 қараша. 20 қарашада түн ортасы ауа жел тұрса, 22 қараша күні түнімен соғады. Қалай дейсіз? Күңмен, сен менің нағыз құтқарушым болдың. Тұтық. Чыңқусанғын, Бармын. 5000 сайлауыт жасақты бастап, саусау қолының жалауын көтеріп, Олинге төте тарт. Ол жерде саусаудың қару-жарақ азық-түлік қамбасы бар. Дереу түгел өртіп жібер. Ләппәй. Ганнин Саңғын, Бармын. 3000 жасақ бастап, Хуаңжу шекарасына үдіре тартып, саусаудың артық көмекшілерінің жолын кес. Ләппәй. Тайшысы тыңда.
Бармын. 3000 жасақ бастап араға бір күн салып, ол енге бар. Чыңпу Саңғұнмен ұштасып, Саусаудың шығыс бағыттағы көмекші қосының жолын кес. Ләппәй! Лентун тыңда. Бармын. 3000 қолды бастап, Жешу қаласын ал. Ләппәй! Тоңши тыңда. Бармын. 3000 қолды бастап, Ханьянды басып ал. Ләппәй! Ханжан тыңда. Бармын. 3000 қолды бастап, Саусау қолының жалауын көтеріп, араға бір күн салып, Ханьянға тарт. Тоңшимен ұштасып, Саусаудың батыс терістіктегі шегінер жолын тос. Ләппәй! Осының бәрі жаяу атты жасақтардың шабуыл бағыты. Су жасақтарының соғыс кемесі 6 бағытқа бөлінеді. Бірінші бағытқа Хандан қолбасшылық етсін. Әміріңізге құлдық. Екінші бағыттың қолбасы Жоутай. Ләппәй! Үшінші бағыттың қолбасы Жаңчин. Ләппәй! Төртінші бағыттың қолбасы Чыңу. Ләппәй! Бесінші бағыттың қолбасы Динфың. Ләппәй! Алтыншы бағыттың қолбасы Чичың. Ләппәй! 6 бағытта әр қайсысы 300-ден соғыс кемесі. Жиыны 1800 кеме. Шығыс желі шығып сүт пісірім уақыттан соң желкенді көтеріп терістік жағаға шабуылдайсыңдар. Мен Нанфин тауының батыс төбесіне тұғыр орнатып шабуыл сәті жеткенде белгі беретін болам. Со кезде лап қоясыңдар. Әміріңізге құлдық. Тайтұтық, көңіліңнің сиқырлық істегенде 3 күн болайын деді. Шығыс түстіктен өпеткен жел жоқ. Бүгін 20 қараша. Енді етәсім уақыттан соң шабуылға өтеміз ғой. Сөзімді тыңда. Кесікті уақыт толғанда, шығыс терістік жері шықпайтын болса, 7 жұлдыз мінбесіне дереу қол бастап барып, көңіліңнің басын алып қосын заңын атқар. Әміріңізге құлдық. Тайтұтық, егер кетіп бара жатқанымда шығыс терістік жел шықса, онда қайтеміз. Онда тіпті басын алуың керек. Шығыс түстік желі шықса, Жоугөлияңның қажеті қалмайды. Оның әулие сиқырлық өнері бар екен. Егер тірі жүретін болса, Дәрия шығысына қатер төнер анық. Әміріңізге құлдық. Мырза, арбаға шығыңыз. Арбадағы кім? Менмін. Ханым, мазалақ қойдым. Ханым, Жигулянды көрдіңіз бе? Жоқ.
Ханым, мені неге құтқардыңыз? Өйткені сіз бекзаданы құтқардыңыз. Мырза, енді сізге келдік. Кете беріңіз. Енді жиге баратынымды сіз қайдан білдіңіз? 2 күннің алдында осында бір жылдам қайық тұрған. Қайықшы батыр тұлғалы адам екен. Балықшы емес екені анық. Ханым, ол Чаңшанның жаузылыңы. Лимон! Тайтұтыққа айта бар! Қалың қолға дұрыс қолбасшылық етсін! Тайтұтық! Жөкіләңмен беден түскен соң зымзия жоқ болып кетті. Енді жидегі дәрия жағасына қуып барғанымда, ол жылдам қайыққа шығып болыпты. Оны алуға келген адам Жауин Саңғын екен. Тексеріп көрсем, әлгі қайықтың дәрия жағасында тұрғанына 3 күн болыпты. Көңнің барлық істе алдымды орап кетеді. Ол өлмесе. Күндіз күлкіден тұйқым жоқ. Кеткен болса, кектенге мен не амал? Сау-сауда жойған соң, бір жөні табылар. Sen жібердің бе? Иә. Сен не өйтесің? Неге? Жугуляң саған көп көмектесті. Ол өлмеуге тиіс. Кет.
Дереу кетіп қал. Енді көзіме көрінуші болма. Отағасы, Жоғал көзімнен! отағасы. Отағасы. Отағасы.